қонақ болғанда да ерекше қонақ болып тұр Иә, ғой. ерекше қонақ болып тұр. Медет Нұрпейісов футбол жаттықтырушысы және арнайы дене шынықтыру сабағынан ұстаз, иә? Иә. Қаладағы 11-ші мектепте. Бір қызығын айта кетейік сіздерге. Медет бізде TikTok әлеуметтік желісіне тікелей эфирге кіреміз ғой. Сол жерде біздің тұрақты оқырманымыз, тыңдарманымыз үнемі бізді көріп, сәлем жолдап, лайк басып отырады. Содан кейін мінекей қонаққа шақырған кезде Медет таңғалып қалдыңыз, иә, өзіңізде. Алдымен амандасып алайық. Қалыңыз қалай? Қалай жеттіңіз? Қайырлы кеш, құрметті Радио 7 толқын ұжымының қызметкерлері және де біздің осы қыздар, Гүлнұр мен Балжан, және Ғалымжан бауырымыз және жұмыста дедіңіз, иә? Медет бүгін андай киелі жерде отырсыз. Киелі жер. Аңыз адамның орнында отырсыз. Иә. Гала мырзаның орнында отырсыз. Жұғысты болсын. Мен жаңа ғана айтып кеттім ғой, вообще осы жерді вообще мен бір арманым орындалды. Армандар орындалады. Әрине орындалады. Радио 7-ге келу арманым деді бұл кісі. Иә? Сұхбат беру арманым дейді. Өзім достарымның арасында Радио 7 болып жүретімін деп айтып қалды және. Оның өзі бір қазіргі бір тренд сөз бар ғой, визуализация деген. Сондай болып тұр ғой, иә? Не істейтінсіз Радио 7 болып айтыңызшы, тыңдарманға қызық болып тұрған шығар. Радио 7 болғанда былай бізде туған күндер өтеді. Сонда мен группада өзім бастап құттықтаймын. Содан кейін олар жекеге шығады маған. Өзіңіз бөлек әлем шын жүректен болып жүр екенсіз ғой? Бөлек, аспанда жүрмін ғой, мен жұлдыз болып просто көрмей жатыр мен. Содан мен кәдімгі сіздерді тыңдап мен дауыстарыңызды қалай сөйлейді, тез сөйлейсіз, соған бір-екі рет дайындаламын да, машинада отырып, туған күн туралы өлеңді қосамын. Одан кейін кәдімгі сіздер сияқты ана радиоға сөйлегендей атын айтамын, құттықтаймын, бәрін, даже ауа райына дейін айтамын. Ауа райы, жаңа сіз айттыңыз ғой, қар жауып тұр ана, осындай жылдамдықпен жолға шықпаңыздар, мосты келесі мосты да айтамын кейде. Осындай кетпелісте болып жатыр, құрметті тыңдармандар деп жаңағыдей қазір тілім нетіп тұр, бірақ та солай айтып көңілдерін көтеріп жүретінмін. Керемет. Тіліңіз нетпес үшін, ол үшін жақсылап жаттығу керек. Жаттығу керек. Жақсылап жаттығып келсеңіз, 4-5 рет айтпасам, күшті дайындықпен шығасыз. Саспаңыз, барлық осындай қадамдардан басталады, барлығымыз да отырып шығып сайрап кеткен жоқпыз. Жаңа бір тыңдарман жазып жіберді.